2024 жылғы жөндеу кампаниясы кезеңінде жұмыстардың қауіпсіз өндірісін қамтамасыз ету үшін мекемемізде жыл сайын өткізілетін 3 күндік семинар бастау алды. Ендеше атаулы шараның алғашқы күніне шолу жасайық. Семинар мекеменің барлық бөлімшелері мен аумақтық электр желілерінде өткізілетін болады. Бүгінде жөндеу құрылыс тобы, жоғары вольтты желілер қызметі және сынақтан өткізу, асқын кернеуден қорғау, оқшаулау қызметтерінде іс-шаралар жүргізілді. Мамандарға ақпарат беріліп, ережелер, бұйрықтар, құжаттар, қауіпсіздік ережелері бойынша қайталама жұмыстары өтті. Біз бүгінгі семинарда алда болатын ремонттық жұмыстарға қауіпсіздік шараларымен таныстық. Және де қауіпсіздік шараларын сақтай отырып жұмыс істеу алдағы уақытта. Семинарда жаңадан келген жұмысшылармен пікір алмасып, өз ойымызды ортаға салып атсалыстық. Және де осы семинар бізге алда қажет екенін түсініп, өзіміз айтарлықтай білім жинадық. Және де бүгінгі семинарда адам өмірін құтқару бойынша жұмыс жүргізілді, және оны біз сәтті аяқтадық. Отвели его, уложили, да? Сняли, не забыли стесняющую одежду. Первым делом посмотрели на зрачки. Зрачок, если суженный, не реагирует, то потерял сознание. Также пульс. Также очистить перед дыхательным ротовой полость. Потом уже приступайте к проведению первого оказания медицинской помощи. Сегодня в службе высоковольтных линий происходит семинар по подготовке к летнему сезону, капитальному ремонту, к киновес-программе. Проходит проверку, обновление знаний по технике безопасности, по электробезопасности, плюс по спасению, кто попадает под электрический ток, разные ремоняционные занятия проходили. Надеемся всю нашу кампанию летнюю провести без потерь, без нарушения техники безопасности и электробезопасности.